Бүгін Әсем мен Әділет үшін ерекше қуанышты күн. Әділет алғаш рет Әсемнің ата-анасымен, апасымен және інісімен танысып жатыр. Кездесу өте жылы, шынайы қуаныш пен күлкіге толы өтіп жатыр. Екеуінің жүздерінен ақ бір-біріне деген махаббат пен сыйластықты байқауға болады. Жақын күндері олардың тойы болмақ, бірақ жастар некені ертерек қиып қойған екен. Бұл жаңалықты естіген достары мен туыстары қуанышын жасыра алмай, бірінен соң бірі жылы лебіздерін білдіруде. Пікірлер арасында түрлі эмоциялар бар. Айгүлге тиісе берген кездерінде жек көріп кетіп едім. Шынымен тойға бара жатқандарыңды көріп бәрін ұмыттық. Бақытты болыңдар, жастар. Не деген? Бірінші неке қиып, сосын ата-анамен танысып жатыр ма? Деп таң қалғандар да болды. Папая! Уайымдап кеткенбіз ғой, 2 күн шықпай қалғандарыңа. Бақытты болыңдар, тіл көзден Алла сақтасын. Ой бұл, ертең-ақ айырылысып кетеді деп едім, уже ата-анасымен танысып, үйленіп алыпты. Бақытты болыңдар. Бәрінің ортақ тілегі 2 жастың жолы ашық, өмірі шуақты, бақытты болуы. Кездесуде бәрі бір-бірін бұрыннан танитындай шынайы әңгімелесіп отыр. Әділет Әсемнің ата-анасына сәлем беріп, жылы сөздер айтып, ризашылық білдірді. Апасы мен інісі де болашақ жезде күйеу баласымен танысып, бірден жақын тартып кетті. Үстел үстінде тәттілер, шай, дастархан басындағы әзіл қалжың, естеліктер бәрі де осы күннің ерекше екенін айқындап тұр. Әсем мен Әділет бір-біріне қараған сайын көздері жарқырай түседі. Некенің алдын ала қиылуы, бұл олардың шешімді нық қабылдағанның белгісі. Кейбіреулер таңырқап, тіпті әзілдеп те қойды. Алдымен неке қиып, сосын танысу қызық екен, бірақ бастысы жүректердің қосылғаны ғой. Көрген білгендер де әлеуметтік желіде пікір қалдырудан шаршамады. Бірі ескі ренішін ұмытқанын айтты, бірі уайымын бөлісті, енді бірі тек бақыт тіледі. Кештің соңында ата-аналар бата беріп, жастарға ұзақ ғұмыр, баянды махаббат тіледі. Ал достары тойда кездескенше деп тарқасты. Бұл күн олардың отбасы тарихындағы ең есте қалар сәттердің бірі болып қалары сөзсіз.